Құрметті көрермендер, дәрігермен сұхбат айдарына да кезек келіп жетті. Бүгін біз донор болып сауапты іс тақырыбында сөз қозғайтын боламыз. Студиямыздың қонағы Жамбыл облыстық қан орталығының қан дайындау бөлімінің бөлім меңгерушісі Көмекбай Раушан Абайқызымен болған сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Раушан Абайқызы, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік, саламатсыздар ма? Қан дайындау бұл өте күрделі нәрсе. Жалпы жер жүзінде шамамен алғанда күніне 300 адамға қан құйылады екен. Ал енді бұл қаншама сауапты істесек артық айтқандық емес. Жалпы енді осы ретте өзіңізге айта кетейінші, өлім мен өмірдің арасында жатқан адамға қан әрине ауадай қажет. Кімдерге осы ретте қан тапсыруға рұқсат етіледі? Жалпы қан тапсыру үшін тұрғындарға қандай талаптар қойылады? Өте керемет сұрақ деп айтсам болады, себебі бізде көбінесе 2023 жылда алатын болсақ, бізге донор болуға ниет етіп келген адамдардың саны 16 мыңнан астам. Бұл бізде әрбір 1000 тұрғынға, облысымыздың 1000 тұрғынына 10 адам келді десек болады. Сонымен бізде донациядан өткен адамдардың саны 12184 адамды құрайды. Бір жылға тіркелгендер? Бір жылдың ішінде тіркелгендер. Ол кісілердің барлығы донор болып ниет етіп келгеннен бұрын 72 сағат бұрын дайындықтарын бастайды. Біздің талаптарымыз бойынша 72 сағаттың ішінде ешқандай дәрі-дәрмек қабылдауға болмайды. Сонымен қатар 48 сағат алкогольді ішімдік ішуге болмайды. 24 сағаттың ішінде майлы қуырылған, ысталған сүтті және де жұмыртқа құрамында бар тағамдарды қабылдауға болмайды. Ал донация күні 2 сағат бұрын темекі шегуге болмайды. Және де таңертеңгілік таңғы асының құрамында жаңағы шектеу қойылған тағамдар болмауы қажет. Бізге келіп толық медициналық куәландырудан өткеннен кейін біз қайтадан ол донорды тәтті шай ішуге жібереміз. Шай іш болғаннан кейін ғана донацияға баруын сұранамыз. Жалпы негізгі талаптары осы шектеу бар, бір күн бұрын. Ал енді кімдерге рұқсат етілмейді? Донорлықтан шектетудің 2 түрі бар, тұрақты түрде және де уақытша. Тұрақты түрде ол бізде қан арқылы берілетін инфекциялық ауруларға, сонымен қатар операциялық жолмен ағзаны немесе ағзаның бір бөлігін алып тастау болып есептелінеді. Сонымен қатар антиретровирусты ем қабылдау және де сол әртүрлі хирургиялық араласулар болатын жағдайда біз ол кісілерді донорлықтан тұрақты түрде алшақтатамыз. Уақытша түрде шектету дегеніміз, ол бізде біріншіден бізге донор болып келген кезде біз алдымен медициналық куәландыруда анализ тапсырудан бастаймыз. Ол жерде бізде гемоглобин және де АЛТ сынамасы тексеріледі. Гемоглобиннің бізде әйел адамдарға 120-дан бастап, 120-дан жоғары, ер адамдарда 130-дан жоғары болуы қажет. Егер де гемоглобины осы нормадан төмен болатын болса, гемоглобины нормаға келгенше біз ол кісілерді уақытша шектетеміз. Сонымен қатар біз алдын ала медициналық куәландыру кезінде қанын тексереміз, АЛТ сынамасын тексереміз. АЛТ сынамасы егер де нормадан жоғары болатын болса, то есть 45-тен жоғары болатын болса, ол кезде де біз донорды уақытша шектетеміз. Көрсеткіштері нормаға келемін дегенше. Жақсы, жалпы